Саламатсыздар қадірлі YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының метабиотик өнімі жайлы болады. Құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және оған қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен метабиотик бұл Enel компаниясының өнімі. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл ішек микрофлорасының жұмысын жақсартады, асқазан ішек жолдарының органдарының жұмысын жақсартады. Сонымен бірге біздің ішіп жеген тамағымыздың құрамындағы минерал заттар, витаминдердің организмге тез сіңуіне мүмкіндік береді деп айтады. Соған байланысты адамның энергиясы жоғарылайды, адамның терісінің жағдайы жақсарады, иммунитеті көтеріліп, адам жиі ауыра бермейді деп айтады. Бұл өндірушілердің бізге ұсынатын осындай бір метабиотик деген өнімі. Сонымен оның құрамына келейік. Құрамына келмес бұрын бірінші микрофлора жайлы кішкене айта кетейік. Өйткені бұл микрофлораны баланста ұстайды деп айтып жатыр. Микрофлора білесіздер, бізде организмде өте көп мөлшерде бактериялар бар. Бактериялар олар өзі пайдалы және условно патогенный дейді. Шартты түрде организмге зиян тигізуі мүмкін деген бұл екіге бөлінеді. Олар үнемі баланста тұрады. Егер олардың балансы бұзылатын болса, организмде іштің кебуі, іштің қатуы, керісінше іштің өтіп кетуі, сонымен бірге мынау теріде әртүрлі қышымалардың пайда болуы, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, иммунитеттің нашарлауы сияқты сондай проблемалар болады. Өйткені білесіздер, микрофлора бұл иммунитетке де жауап береді. Тек қана асқазан ішек жолының жұмысында ішек жолында тек қана астың қорытуы емес, ас қорытуына ғана емес, сонымен жалпы иммунитетке негізі жауап беретін ішек бір сондай маңызды орган болып табылады. Сондықтан егерде ішекте проблема болатын болса, микробтардың арасындағы баланс бұзылатын болса, бізде иммунитетте де проблема болуы мүмкін. Осы жағдай, сондықтан қай жағдайларда мысалы ішек микрофлорасы бізде балансы бұзылады. Егерде біз сырт жақтан әртүрлі заттар, химиялық заттар қабылдайтын болсақ, бірінші кезде антибиотиктер, химиотерапия қабылдаған кезде, басқа химикаттарды ішкен кезде, дұрыс диета ұстамағанда, керісінше қатты ашыққан кезде адам және көп мөлшерде тамақты ретсіз жеуге байланысты сыртқы экология бар, стресстік жағдайлар, осылардың бәрі әртүрлі аурулар, осылардың бәрі біздің микрофлораның ішектегі бұзылуына алып келуі мүмкін. Условно патогенный микрофлора көбейіп кетуі мүмкін. Осы жағдайлар алып келуі мүмкін. Енді метабиотик осы жағдайда көмектеседі деп айтады, балансты ұстайды деп айтады. Бұл не үшін ұстайды, не үшін бұны қабылдауымыз керек? Метабиотиктің құрамында негізі белсенді метаболиттер бар. Белсенді метаболиттер дегеніміз не? Бұл кәдімгі микробтардың, бактериялардың өмір сүріп жатқан кезде өздері шығаратын бір өнім. Былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, бұл микробтардың өздерінен жасап алатын тамақтары. Бұл кішкене дұрыс емес шығар осылай айтқан, бірақ бұл адамдардың өзіне жасап алатын тамағы сияқты микробтарда өзіне тамақ жасап алады. Оны метаболиттер деп атайды. Сол метаболиттермен ол қоректенеді, микробтар, бактериялар. Метабиотиктің құрамында дайын белсенді метаболиттер бар. Біз егерде бұны қабылдаған кезде организмге бұл өте тез сіңіп кетеді, толығыменен деп айтады. Сөйтеді біздің өзіміздегі жақсы микробтардың, бактериялардың тез көбеюіне мүмкіндік береді. Былайша айтқанда әлсіреп қалған, азайып қалған бактериялар дайын метаболит түскен кезде, өнім түскен кезде, оны біз тез қоректеніп, сонымен бірге өзінің санын көбейтіп, балансты тез туралауға мүмкіндік береді. Тек қана осы бірақ нәрсе, бұл метаболиттер, бұл сүт қышқылы бактериялар дейді. Ол біздің организмде болатын пайдалы бактериялардың көптеген түрлері бар. Сол көптеген түрлері сол метаболиттерді шығарады, сол метабиотиктің құрамына соны бөліп алып, сонымен қатар витамин Е бар, тағы да басқа қосымша заттар бар, соның бәрі метабиотиктің құрамында болады. Бұл былайша айтқанда метабиотикті іштіңіз, ол организмге түсті, сөйтеді бізге керекті бактериялар сол арқылы тамақтанады. Одан кейін өзінің қалпына өзінің саны қалыпқа келе бастайды. Сондықтан бұл бір жағдай, екінші жағдай, бұл қабынуға қарсы әсері бар. Сондықтан ішекте болып жатқан қабыну процестерінің алдын алады. Осы жағдай түсінікті деп ойлаймын. Метабиотик бұл метаболит, микробтардың дайындап қойған дайын тамағы. Оны іштіңіз, бактериялардың сонымен қоректенді, сөйтеді өзінің қалпына келеді.
Енді қай жағдайда біз метабиотикті қолданамыз? Бұл бірінші жаңағы асқарту жүйесінде бір проблемалар болғанда, бұл іштің жиі кебу, ішіңіз жиі қатып қала берсе, болмаса керісінше бір қатып ішіңіз қайтып өтетін болса, осылардың бәрі жаңағы дисбактериозның жаңағы бактериялардың балансының бұзылуының белгісі болуы мүмкін. Біз сол жағдайда ішеміз. Болмаса тек қана бір келкі тамақ жейтін болсақ, монодиета дейді, тек қана бір келкі тамақ жейтін болсақ, тамағымыздың жаңағы ішіп жеп жатқан тамағымыздың құрамы әртүрлі болмаса, ол сол жағдайда. Керісінше одан кейін диета, ретсіз диета ұстаған кезде, егерде көп мөлшерде, егерде сіз тәтті тамақты көп жейтін, жаңағы тәттіге деген жаңағы қазір мынау не дейді, фастфудқа көп жаңағы пицца бар, чипсы бар, сол сияқты тамақтарды көп жейтін болсаңыз, сол жағдайда ішуіңіз керек. Одан кейін аллергиялық реакцияға жүре пайда болған болмаса, бұрыннан келе жатқан аллергия болатын болса, бір себепсіз жаңағы терілеріңізде бір қышымалар пайда болып, себебін таппай жатсаңыз, ол да дисбактериозның бір несі болуы мүмкін, жаңағы дисбактериоздан пайда болған жаңағы қышымалар болуы мүмкін. Одан кейін стресстік жағдайда, егер ұзақ уақыт стресстік жағдайда жүретін болсаңыз, осы батты ішсеңіз болады. Антибиотик ұзақ қабылдағанда дейді, одан кейін әртүрлі химиотерапия ішкен кезде, сонымен бірге детокс программасы бар. НЛ компаниясының білесіздер, сол детокста ішкен кезде, болмаса жаңағы сарыағашқа барып, жаңағы клизма жасап, ішекті тазалатып жатады. Содан кейін қабылдасаңыздар болады. Сонымен бірге жалпы ішектің аурудың алдын алып, бізде үлкен проблема, біз аурудың алдын ешқашан да алмаймыз. Сондықтан соны аурудың алдын алу үшін осы өнімді ішсеңіздер болады деп айтады. Бұл НЛ компаниясының өнімі, тағы қайталап айтамын, сол НЛ компаниясының өндірушілері бізге осылай деп айтады. Осылай ішсеңіздер, осындай көрсеткіштер бар деп бізге ұсынып отыр. Бұл өнім халал болып есептелінеді. Енді қалай қолданамыз, сол жайлы айта кетейік. Бұл бір ампуладан монодоза дейді, 4 мл болады. Соны кәдімгі 200 мл жылы суға жаңағы құямыз. Ол түссіз болады. Араластырамыз да, соны дайын күйінше бірден ішеміз. Ұзақтығы 28 күнге дейін ішесіз. Енді қандай қарсы көрсеткіштер бар? Бұл бірінші кезекте, егерде аллергиялық реакция болатын болса, одан кейін бұл жүктілік кезінде болмайды, қайталап айтам, жүктілік кезінде болмайды, одан кейін емізулі аналарға болмайды. Одан кейін жаңағы тағы да бір не, егерде сізге сиыр сүтіне аллергия болатын болса, жалпы айтқанда, егерде бұны сіздің тек қана осы өнімнің барлық жаңағы қоспаларына аллергиялы болатын болса, бұл өнімді ішуге болмайды деген сөз. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егерде ұнаса лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, менде WhatsApp номері осы жерде бар. WhatsAppқа жазыңыздар. Мен барлық кезде жауап бере алмаймын комментарийларға. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл өнімді егерде сатып аламын десеңіздер, әр қалада НЛ компаниясының магазиндері бар. Тіркеліп алсаңыздар да болады, болмаса тіркелмей барып, кәдімгідей сатып ала берсеңіздер де болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.